Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермендер, сіздер менен қайта қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Бұл лайықты ән жобасы 2 маусым, жаңа локация, әлбетте біздің серіктесіміз, спонсорымыз Салам Бро. Керемет бургерлер отанның дәл осы жерде. Және де өздеріңіз жаздыңыздар, біз шақырдық. Менен былай айтайын, бұл жігітті жас кезінен бастап білем. Шынымен менің жақсы әнелеріме айналған бауырым, қазіргі таңда бүкіл қыздардың жүрегін жаралап, жылатып, ойландырып, өзі енді красавчик, краш десе краш шынымен де. Кәдімгідей жазған әндерінің барлығы хитқа айналған, өзі әнінде сөзін жазып, өңдеуге де ат салысады, орындаушы, кейіннен қазір биші болды. Тұрар Ыдырыс! Қош келдің бауырым. Қош көрдік, рахмет. Шақыртуыңызға рахмет. Қош көрдік бауырым. Енді лайықты ән бағдарламасын білесің? Иә, білеміз. Тұрақты көрерменіміз. Сондықтан да сені лайықты ән бағдарламасын көргеніме қуаныштымын. Рахмет, шақыртуыңызға. Және де енді жалпы өміріңде не жаңалық болып отыр, творчествоңда не жаңалық болып отыр? Көп әндер жазып қойдық. Жазып қойғанда ішімде телефонның заметкасында тұр да, ол әлі өңделуге кеткен жоқ, әлі запись жазылған жоқ, бірақ 10 шақты ән дайын тұр. Жаймен деп, бір Құдай қаласа қандай формада шығаратын білмей жүрмін да. Енді менің негізгі ерекшелігім сол жай ғана әнді бере салу, бірдеңе істей салу деген маған кішкене бір түрлі да. Жат көрінеді сияқты. Иә, сериал түсірдім, короткометражка түсірдім, сөйтіп сондай-ақ бір қызықты қылып берген ұнайды. Сондықтан қалай беру керек екенін ойластырып отырмын қазір. Құдай қаласа болады жаңалықтар. Енді алдағы жаңа жоспарларыңа әуелі алла сәттілік, жақсы шықсын, күшті дүниелер шығады деген ойдамыз. Бірінші әнді бірден айтып кетейік. Қандай ән орындаймыз? Менің өзімнің әндерімнің ішінде бір социалдық тақырып қозғаған біріншіден. Екіншіден ең көп просмотр жинаған сол болатын. Бір 25 миллионға таман просмотр осыдан жарты жыл бұрын болатын. Сол «Мен ешкімді сүймеймін» деген ән бар. Сол әнді. Сөзі әні өзіңдікі? Әні сөзі өзімдікі. Сол әнді шырқап берейік екеуміз бірге. Өңдеген ықылас деген азамат. Ықылас. Сол сведение соңғы. Енді айтып отырмын ғой, сен жақсы білем, бірақ осы ән өте ерекше орын алды. Шынымен де бүкіл елдің аузында болды. Шынымен де көптеген просмотрлар жинады. Мақтанып кетейінші осы кезде. Именно осы ән, просто мен алдында жақында ғана не істедім да, бұл ән бірінші күн шықты да, бірден трендке бірінші орынға шықты ғой. Ондай болған жоқ негізше. Сосын бірінші орында ровно 39 күн тұрды. Трендте, ютубта. Жоқ, ол мақтап отырарлық, себебі ол қазір шынымен де ютуб саласына менің бірінші бізде енді келіп жатырмыз, ол тренд деген нәрсені алу оңай емес. Сен кейін 39 күн деген бірінші орында тұрды. Сол кезде Қанай деген жігіттер жүр ғой. Қанайда өте жақсы ән шықты сол кезде. Анау тіршілік деп Бозторғай теуіп жатыр, тағы балдар шығарып жатыр да. Бәрі болды, мен сен айтады, міне кейін шықты ғой әндер. Болды, қазір енді түсіреміз дейді, түсіре алмай жүрді. Мирастар шықты, түсіре алмай жүрді да. Сосын менде «Әке» деген ән шықты да. Сонымен біріншіге сол түсті да. Сосын барып кеттім ғой. Сондай бір историясы бар. Двойной. Күшті оңынан болсын. Тұрар, енді талантыңның сөз жоқ, баяғыдан білеміз. Маған да талай көмегің тиді, талантыңның, жан жақты талантыңның. Ендеше сіздердің құрметтеріңізге «Мен ешкімді сүймеймін, ешкім ұнамайды» деп бәрі сөзін айтып кетейін ба? Тұрар Ыдырыс, қабыл мен бірақ айналып. Көптен күткен Тұрар. Мен ешкімді сүймеймін, ешкім ұнамайды, өтірік сезім болған мен енді қаламай. Қазір бәрі құмсыз, қазір бәрі оңай, жүректі аяқ жегеніне ол сезім сұрамай. Мен ешкімді сүймеймін, ешкім ұнамайды, өтірік сезім болған мен енді қаламай. Қазір бәрі құмсыз, қазір бәрі оңай, жүректі аяқ жеген енді ол сезім
Сергей Ибрагимов. Шат болған. Өте күшті тұрады. Өте жақсы. Мынандай негізі бағдарламаңызға бір комплимент айта кетейін. Просто бұны көрермендер мен тыңдармандар сезбеуі мүмкін да. Бірақ бұлай бенд қою и бұл жерге бұл тек қана бір келіп музыкалық инструменттерді қоя салу емес қой. Бұл жерде звукорежиссер болады, қаншама қиын моменттер болады. И бұл жерде шынында бүйтіп көп телевизиялық немесе YouTube бағдарламаларға жазып, үстіне жазып қоя салады ғой. Бұл жерде шынында барлығы тірі дауысы жазылып жатқаннан кейін өте көп еңбек негізі. И осындай еңбек жасап жатқандарыңызға сізге және командаңызға үлкен. Ой, рахмет, команда. Жігіттер, сіздерге рахмет. Машинада жиі тыңдайтын топ әнің. Қазақша әндер ма? Иә, қазақша, ағылшынша да айтсаң болады. Орысша да айтсаң болады деген сияқты. Жоқ, мен просто мынандай да біз бүйтеміз ғой, короче, осындай әндер деп айтып, кім тыңдайсың деген кезде өзіміз қазақша музыка жазып жүреміз да, сосын The Weeknd, там Post Malone деп қуып кетеміз да. Бірақ өзіміз сол жаңағы қазақша осы бір индустрияда жүргеннен кейін мен көңілімнен қатты шығып жүрген соңғы кездердегі мен жалпы бүйтіп айтпай ақ қойын, осы соңғы кездегі трендтегі өзімнің трендімді айта салайын. Топ 3 маған қатты ұнаған. Біріншісі, мен 91-ды оған дейін тыңдамайтын едім, прям бұлайша ләззат алып музыкасынан. Мынау 91-да өзіңді сүй қуа, Стромауның французский стильде бір әдемі трек шыққан сол. Одан кейін Әмренің Қайрат Нұртас ағамыздың әніне жазған көз жасың көмектеспейді, өте күшті шығарған сол ән. Сосын қазақша енді Садрадиннің әндері көп шығып жатыр, көп прям тыңдап жүрген әндері. Бірақ мен кімдік айтып кетейін, бұл бағдарлама шығам дегенше бұл әнде шығу керек. Мен Баха деген інім бар, соның әні шығады бұйырса. Бірақ қанша қиналып тұрсаң да, қазір тиктокта тренд туатыр. Баха сымы ма? Баха сантиметр. Сол жігіттің әні шығады. Ән мен жазып бергем сөзін, сол әнді. Сол ән негізі бұлай, Баханың орындауы кайф болды өте, сол деп айтсақ болады. Оңнан болсын, берекелі болсын, хит болсын. Және Сергей Ибрагимовтың өлеңдерін де сөйтіп тыңдаймын. Бәсен осыны қоспағаннан кейін спрос болған еді, артынан шыққан екен бауыр. Тұрар, енді өзің ән шығарасың, ән айтып жүрсің. Қазіргі таңда мысалға әндер шығады да, тез шығады да, тез хит болады да, тез жоқ болып ұмытылып кетеді. Ол не себептен деп ойлайсың сен? Көбісі бүйтіп ойлау мүмкін, әндердің качествосы төмендеп кетті деп ойлау мүмкін, бірақ олай емес, мүлде. Өте көп материал көп. Мысалы, біз дистрибьюциялық компаниялармен сөйлесем ғой, Қазақстанның өзінде айна қанша деді? Күнне 101 деңе трек. Сондықтан да көп та, сен біреуін тыңдап жүресің, артынан тағы келеді біреу. Тағы келеді. Сондықтан бұл бұрын, мысалы, сіз өзіңіз білесіз, жаңағы вокзалда қызбен, жаяумен бір 2 жыл тойға жүруге болатын еді да. Қазір олай жүре алмайсың, өйткені өте көп материал бар, өте көп шығып жатқан. Сондықтан қандай ән шығарсаң да, қандай мықты ән шығарсаң да, ғұмыры бір 2-3 ай. 2-3 айдан кейін сен уже тағы бір жаңа дүние бермесең, уже жаймен ұмытылып кете бересің. Сондықтан бұның себебі өте көп материал болып жатқан. Конкуренция. Қазақша, именно қазақша әннің, қазақша музыканың деңгейі өте қатты дамып келеді ғой. Қазір бірмен келеттіқта, етке салдық қой, цепление басып ашық. Енді мынандай да, жылына 10 ән тоқтамай. Немесе жылына 1-2 ән ойланып шығаратын. Сен қайсысын таңдайсың? Жалпы қайсысындасың сен? Он былай ғой, братан. Ол ше, он братанды қоймаймын. Былай ғой, ол жылына ойланып 2 ән шығарсаң да, 10 ән шығарсаң да, оның ішінде екеуі жақсы болуы мүмкін. Ол сапасына әсер етпейді. Негізі әнді шығара беру керек та, менің ойымша. Мен бәріне көбісіне мысалға, мен өзімнен кейін келатқан інілерім демей ақ қойын, бірақ балалар сұрайды ғой, соларға айтамын, шығара беру керек. Мысалға мен өзімнің немен айтайыншы, өзім өмірлік тәжірибемен мысалымда. Мен 2020 жылы 21 трек шығардым.
бір жылда 21 трек шығардым 2020 жылы. 2021 жылы 5 трек шығардым. 2022 жылы 3 трек шығардым. Менше. И негізі бірақ мені былай тұрар қылған, енді бір қатты бір не болмаса да, жаңағыдай асырап атқан концерттерде айтатын деп айтайықшы. Ол сол 2020 алған жаңағы ертегі емес альбомдар, досым, анау мынау дуэттер. И соларда, и сондықтан да сен білмейсің оны, жаңағы Нұрлан Еспанов ағамыз айтпақшы, хит деген безеу сияқты кімге қашан шығатынын білмейсің деген сияқты. Сондықтан оны сен хит қуаламау керек та, просто жанындағы дүниелерді шығара беру керек. И сосын шығады. Мысалға Скриптониттің өзі жылына 2 альбом береді ғой. Өте дұрыс дейсің. Ең бастысы тоқтамау керек дейсің ғой. Иә, тоқтамау керек. Содан кейін жаңа сен айтпақшы, көзден кетсең де көңілден кетесің деген сияқты. Ол 3-4 мысалға 3-4 айда бір ән шығарамын, качественно қылып жүрген кезде сен ұмытып кетуің мүмкін. Сенің орныңды басатын тағы біреулер шығып кетуі мүмкін. Онсыз да білеміз ғой, 15 минутта жазылған нәрселер көбінесе халықтың несінен өтіп кетеді. Сосын халықтың андай, мен қазір TikTokқа жазамын, мынаған жазамын, бірдеңе деп қарамау керек та, халыққа ұнауға деп. Просто өзің сенің музыкал осы фишка сода да, сенің ішіңде не бар, и соны шығарсаң халыққа может сол нәрсе ұнайды. Тұрар, әлемдік немесе қазақстандық әншімен дуэт айту бұйырса кіммен айтар едің? Әлемдік дейсіз ба? Енді егер әлемдік болса, Уикендпен ба жазатын шығармын? Или там Post Malone? Иә, Post Malone ба, даже егер енді қиялдай берсең, Eminemмен деп айта берсің ғой. Если тымыдылық деп келетін болсақ, мынау баяғы біздің орысша недегі, онда мен жалпы өнерге келуіме, музыкамның жанрының қалыптасуына себепкер болған бір музыкант бар, оны сен жақсы білесің, Макс Кожа деген. Егер солмен жазуға мүмкіндік болатын болса, кумирің ғой енді сен шынымен де соны. Иә, кезінде өте қатты маған влияние болған. Именно музыкалық тексті ма, басқа нәрселерге влияние болған сол жігіт. Ал Қазақстанда Құдай қаласа көп адаммен жазу жоспарымда бар. Өзім қалаған адамдармен жазу, сол Құдай қаласа оны орындаймыз деген үміттеміз. Оңынан болсын. Тұрар, енді бәріміз білеміз ғой, сенің жаңағы әнді де жазатын, сөзді де жазатын, енді импровизация қойып қоясың, біраз нәрселер. Маған да көп нәрсе шығарып беріп, былай істесеңіз болады деп ақыл қосып отырасың енді. Бірақ осы жерде бір импровизация жасап жіберсек қалай қарайсың? Біздің репертуарымдағы біріншіден менің ең жақсы көретін әндердің бірі Кел маған. И соған енді білмеймін, қазір көрмендер қойып, бұлар дайындалып алған ғой бірдеңе деп айтуы мүмкін, бірақ енді бір ойда жүрген дайын текстар бар, соны тығып көрейік. Бұл енді сосын бұлай шыға ма, шықпай ма, ол енді белгісіз ғой, просто қазір қалай болады екен. Иә, Кел маған. Кел маған. Егер музыканттар Жаным өзімісің, өзбеймісің, үміттей нәзік гүлімді. Сенбейсің, сезбейсің, сен менің сүйетінімді. Жаным өзімісің, өзбеймісің, үміттей нәзік гүлімді. Сенбейсің, сезбейсің, сен менің сүйетінімді. Саған оңай болмады, әрбір кездесуден жанжал туындады. Дөрекі қатты сөйлеп, сені талай ренжіттім. Бақытым бағаламай ақымақ болды жігіттің. Кешір деп айтуға бұрыннамыз бармады. Уақыт өте жүрегім сенсіз қансырады. Неліктен қансырады, неліктен қансырады. Себебі сені сүйеді жаным, жаным. Мен сені сүйетінімді. Өзбеймісің, өзбеймісің, үміттей нәзік гүлімді. Сенбейсің, сезбейсің, мен сені сүйетінімді. Қолдап жіберсек болады екен, Құдай қаласа. Истандай, осы жерде туған не ғой енді? Дүние, импровизация ғой, шынымен де күшті ғой. Может, бұл шығарамыз, шығарған кезде басқаша текст болады, бірақ енді қазіргі вайп осындай болып тұр. Көп рахмет. Енді бізге алып келген екінші әнің? Иә, енді жаңа дуэт деп айтып жатырмыз ғой. Дуэтті мен, мысалы, сіз менің қаншадан бері танитын ағамыз,
өзім жақын адамдармен жазғанды ұнатамын да. Сондықтан менің ең алғаш жазған дуэттердің бірі өзім бауырым, досым Мираспен жазғанбыз. Ойлай берем деген ән. Өзі бір-екі жыл жатқан ән тұғын да бұл. Мен сенбей жүрген әнім еді. Сонымен дуэт жазайық деген кезде мына әнді көрдік, бірақ именно осыған тоқталдық да. Сөйтіп шығып кеттік. Сол жақсы шықты. Соны екеуміз айттық. Керемет, шынымен де өте жақсы тарады, хит болды. Әні сөзі өзімдікі? Әні сөзі өзімдікі, келесі тыңдайтын әндеріңіз Ойлай берем. Мен Мирастың партиясын айтамын ғой. Иә, сіз Мирас боласыз. Болып кеттік онда ішіне. Серік Жүгінісов. Сенсіз дара өмір жаңа менде бастағым, қайғыратын емеспін ғой енді жас бала. Есіміңді жүрегімнен жұлып тастағым келеді, бірақ жүрегім сорақ. Өшір алмай санамнан мен бейнеңді мүлде. Айтшы неге әр күні түнде мен неге сен туралы ойлай берем, ай, сұп-сұлусың сондай неге, сұп-сұлу. Мен неге сен туралы ойлай берем, ай, сұп-сұлусың сондай неге, сұп-сұлу. Бәрін тастап сезім бастан келет бастағым, сенен басқа мұндай сезім берет басқа кім? Түсінемін біздің көлді өзім ластадым, түсінбедім бірақ менде бар сұрақ. Айтшағасы неге махаббат осындай, бәрі оны қиындата сөйіп тұрып қосылмай. Мен де соны түсіне алмай өзімді өзім алдаймын, неге қатты қалап тұрып жүргеніммен бола алмаймын. Онан жүрсімді естелікте жүрмейді, түнде келіп түсіммен маңғарып күлмейді. Көз алдымнан кетсе де көңілден неге кетпейді. Құмарлана беремін, тек түсер маған жетпейді. Өшір алмай санамнан мен бейнеңді мүлде. Айтшы неге әр күні түнде мен неге сен туралы ойлай берем, ай, сұп-сұлусың сондай неге, сұп-сұлу. Come on. Мен неге сен туралы ойлай берем, ай, сұп-сұлусың сондай неге, сұп-сұлу. Тұрары дұрыс. Серік Ибрагим. Әдем болды. Мынадан кейін Мирас айтқысы келмей қалатын болды. Жақсы, әдемі. Оңынан болсын. Алтын уақытыңды бөліп келгеніңе үлкен рахмет. Тұрар, енді лайкты ән жобасының қымбатты көрермендері осы видеоның астына міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге ұнады ма, қалай болды, және де келесі жолы кімді шақырайық деген сияқты керемет өздеріңіз ұсыныстарыңызды, пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Лайк, коммент, пікір қалдырыңыздар, каналға жазылыңыздар. Мына еңбекті бағалау керек, бұл өте қатты маңызды. Лайкты әннің кезекті саны осымен тәмамдалды, және де Тұрар келгенге мың алғыс, үлкен рахмет. Үйдегі мамаға, әпкелердің барлығына сәлем айт. Болып тұрады. Шақыртуыңызға рахмет. Келіп тұр, Алла бұйырса хит әндерің көп болсын. Және де біздің басты серіктесіміз, спонсорымыз Салам Броның атынан бір айға бесплатно бургерге сертификат. Бұл бір ай барып бургер жей берем. Бір ай бургер жей берсең болады. Рахмет. Не деген құрмет. Келгенің рахмет. Келесі кездескенше.